Жылдың келесі мезгілі есік қақты. Әрине қыстың өзіндік берер істері бар. Балалар қармен ойнаса, ересектер қыстың берер мерекелерін тойлауды күтіп жүр. Аспаннан балбырап түскен ақмомақандардың экологияға да өзіндік септігі бар екен. Айталық, аталарымыз айтатындай аққар ауаны тазартады. Жалпы әр мезгілдің өзіндік ерекшеліктері бар. Дегенмен қыс мезгілі келгелі Жамбыл жұртшылығы әбігерге түсіп жатқан көрінеді. Өйткені қытымыр қыс қылығын көрсетіп бастады. Бұл мезгіл ақ киімді денелі ақсақалды соқыр мылқау танымас тірі жанды. Сондықтан бүгін күнде осы қыстың кесірін тұрғындар көріп жатыр. Бірі көктайғақта құласа, енді бірі көліктерінің дөңгелектерін қысқы дөңгелектерге ауыстырып үлгере алмай жүр. Ал жалпы алғанда біздің аймақ осы кәрі құданың қаһарына төтеп беруге дайын ба? Мамандар не дейді? Жауапты тұлғалар қыстың қамын жазда ойластырды ма? Толығырақ әріптесім Аят Асқарбекұлы сөз алсын. Биылғы қыс әдеттегіден ерте келді. Желтоқсан есігімізді қақпай тұрып, қарашада қала қарға оранды. Күн суытты, бірақ қытымыр қыз әлі алқымнан алмады. Дегенмен старшын аяз келмесе де, тұрғындар әуре сарсаңға түсуде. Көлік тізгіндегендер тұлпарын тайғақ жолға кеш дайындаса, жұрт қоғамдық көлікті ұзағынан күтіп жүр. Бұл жылда қайталанатын қалыпты құбылыс. Қар қалың жаумаса да, көліктің қозғалысы қиындаған. Кейбір көшелер көкмұздан көз ашпай тұр. Салдарынан 3 бірдей жол көлік оқиғасы тіркеліпті. Құм төселген шаһар ішінде осындай жағдайлар орын алса, аудандарға қатынайтын жолдың жайын көз алдыңызға елестете беріңіз. Тіпті қалаға жақын елді мекендердің кейбірінде көктайғақ жол жұртты әбігерге салуда. Тараз қаласында осындай қардың қалың түсіп жатуына байланысты бізде де қаланың кейбір көшелерінде көктайғақ мұз. Осы көктайғақ мұздың кесірінен енді алып бара жатқан бір жол көлік оқиғалары болып жатқан жоқ. 3 жол көлік оқиғасы ғана тіркелді кешеден бері. Осы үшеуінің де кесірі мынау біздің жол жүргізушілердің көліктеріне қыстық дөңгелектерді салмаудың кесірінен. Бұл біздің Қазақстан Республикасының әкімшілік кодексінің 590 бабының 5-ші бөлігінде көрсетілген. Біз қыс қалай болады? Яғни декабрь, январь, февраль айларында қыстың түсуімен біз заң бар. Сонда қаралған 5 айлық көрсеткіште штраф салынады. Яғни ол айыппұл салынады. Ол біздерде қазір қаралып жатыр. Кешеден бері 17 осындай факті бар. Барлығы осылай тайғанақтап, биіктерге шыға алмай, артқа кетіп қалып, бірін сырып алып жатқан жол көлік оқиғалары. Бірақ көбісі емес, осының барлығы осындай нені қолдан ауыстырмағандықтан осының кесірі тиіп жатыр. Құзырлы орган жазғы дөңгелекпен жүруге болмайтынын ескертеді. Егер ережені елемей, жол қауіпсіздігіне салғырт қарайтындар болса, 12 000 теңге көлемінде айыппұл арқалайды. Бұл қалтаға салмақ салары сөзсіз. Жазғы дөңгелектермен жүргендердің көбісі 90% ескі дөңгелектер, жазғы дөңгелектермен жүрген ескі көліктер. Ескі көліктеріне тоқтатып айтып жатсақ, жаңа барлығын айтатын бір сөз: жұмыс істемейтін едім, айлығымды ала алмай тұрмын, осы ауыстырамын деп. Біз енді адам баласымыз, сондықтан кешіріп, предупреждать етіп айтып жатамыз, сіздерді осылай жүрмеңіздер. Осы сіздердің кесірлеріңізден, осындай дөңгелекті кигізбегендіктер кесірлеріңізден осындай жол көлік оқиғаларының өсуі не себеп болып жатыр. Ал қар жауып бастағалы дөңгелек ауыстыру орындарында кезек көп. Көлік тізгіндегендер үшін қыстың басы қашанда қарбалас. Ертерек қамданбағандар дөңгелек ауыстыратын орындардың алдын түнімен торуылдайды. Бұл жыл сайынғы көрініс. Қар жауғалы бері бар ғой, 3-4 дөңгелекті ауыстыра алмай жүрмін. Тола ғой барлық жерде. Тола. Қазірдің өзінде 4 жер келіп тұр мынау қазір. Жылдағыдан бір 5 теңге қымбат. Олар сол
1000 теңге 500 теңге қымбат. Жылда 3000 теңгеге істетедім. Биыл 3,5 фонды болып тұр ғой, 4-те 3,5 болып тұр ғой. Есенғали Кубаев дөңгелектердің бағасы күрт өскенін айтады. Сөзінше оған ауа райының өзгеруі себеп. Ол бір дөңгелектің өзін 13500 теңгеге сатып алған. Бұған тағы 3-еуін қосыңыз. Қауіпсіздікпен айыппұлды басты орынға қойған тұрғын кеш болса да дөңгелектерін ауыстыруды жөн көріпті. Бірақ барлық жерде ұзын сонар кезек. Алайда дөңгелек ауыстырушылар кезектің көбеюіне халықтың өзін кінәлауда. Өйткені тұрғындар аязды уақыт таяған шақта қамданбай қар жауып, жол тайғақ болғанда естеріне түседі дейді. Ал дәл осындай қарбалас ауруханада да орын алған. Қыс басталғалы түрлі жарақат алған адамдар кезек-кезек дәрігердің көмегіне жүгінуде. Последние 2 дня, если в среднем посчитать, то около... 2 күннің ішінде 70-ке тарта азамат травматология бөлімінің қызметіне жүгінді. Оның ішінде ауа райының өзгеруіне байланысты 32 адам түрлі жарақат алып зардап шеккен. Біз медициналық қызмет көрсетіп емдік шаралар жүргіздік. Жалпы мұзға тайып жығылған науқастардың басым бөлігі білегі мен тобығын ауыртып алғандар. Азаматтар асыға жүріп аяқ астына қарамайды. Төтеншеліктер қытымыр қысқа дайынбыз деп отыр. Қажетті техникалардың барлығы сайланып, тексерістен өтіпті. Мәселен, күйік, шақпақ, хантау асуларында төтенше жағдайлар жиі орын алады. Сондықтан бұл мекендерге жоғарғы күшке техникалар бөлініп отыр. Сондай-ақ жылыту пункттері мен зардап шеккендерге шұғыл көмек көрсететін ғимараттар қарастырылған. Ал қар жауған 2 күннің ішінде төтеншеліктер бірден іске кірісіпті. Осы таңда, осы 2 күннің ішінде бірқатар іс-шаралар облыс аумағында атқарылды. Яғни бізде айта кететін болсақ, облыс резервін тоқтап өтсем, облыс аумағында 1784 тонна тұз және 1091 қоспаға қосылған құмдар әзірленді. Сол резервте тұрған қоспалар қазір таңда облыс аумағында, яғни аса қауіпті жерлері аймақтарда құмдар, тұздар төгіліп, яғни іс-шаралар жергілікті атқарушы органдармен іс-шаралар атқарылуда. Жамбыл облысы азаматтық қорғаудың мемлекеттік жүйесінің кіші жүйесінің мемлекет жүйесінің аумақтық кіші жүйесінің басқару органдары, осы күштер мен құралдары осы қысқа төтенше жағдайларға дайын деп есептейміз. Синоптиктердің айтуынша, биылғы қыс қатты болады. Сондықтан полицейлер көлік жүргізушілеріне қысқы дөңгелектерін уақытылы ауыстыруға кеңес береді. Ал дәрігерлер халықты денсаулығын сақтап, белсенді өмір сүруге шақырады. Бастысы қыстан аман шығып, көктемге жету көптің тілегі. Аят Асқарбекұлы, Шыңғысхан Кеңесхан, Нұрбол Қыстаубек, Көзқарас.